Қазақтың кім екенін білгісі келген адам Шәмші Қалдаяқовтың әндерін тыңдасын деген сөзді қазақтың белгілі жазушысы Ғабит Мүсірепов айтыпты. Әрине, бұл сөз тектен-текке айтылмаса керек. Өйткені Шәмші әндері ұлтымыздың баға жетпес байлығы, рухани қазынасы. Шәмші әндері мәңгі ескірмейтін, көнермейтін әндер. Қандай да бір ұлы істер туған жердің топырағынан басталса керек. Шәмші ағамыз да туған халқын, өскен елін, жусанды жерін ақтық демі қалғанша құлай сүйді. Оларды өзінің ән бесігінде тербетті. Ән шығарудағы өнер жолын бар байлықтан жоғары қойды. Туған жерге құрмет пен сүйіспеншілік сезіммен ән әуенінде қалықтатқан Шәмші ағамыз не деген құдіретті еді. Шәмші Қалдаяқов 1930 жылы 15 тамызда қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы Шәуілдір ауылында Арыс өзенінің жағасында туған. Ол орта мектепті бітірген соң Қапланбек малдәрігерлік техникумына оқуға түсіп, оны 1950 жылы бітіріп шығады. 1951-1954 жылдары Ресейдің қиыр шығысындағы Сахалинде әскери борышын өтейді. Отан алдындағы борышын өтеп келген соң 1955 жылы Ташкент қаласындағы музыка училищесіне оқуға түсіп, 1956-1962 жылдары Алматы қаласындағы мемлекеттік консерваториясының композиция факультетінде білім алады. Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылық қызметі 50-ші жылдардан басталады. Қалдаяқов ұлттық музыка өнерінің ән жанрына аса мол үлес қосқан сазгер. Оның әндері құлаққа жағымды, жүрекке жылы тиіп, жұртшылықтың сүйіспеншілігіне бөленеді. Елге, жерге, отанға, ата-анаға, жарға, дос жандарға деген сүйіспеншілік Шәмші шығармаларының басты тақырыбы. Шәмші Қалдаяқовтың сыр сұлуы, қайықта, кешікпей келем деп ең, бәрінен де сен сұлу, Арыс жағасында және тағы басқа көптеген әндері халық арасында кеңінен тарады. Ол жазған әндерінің ұзын саны 300-ден асады. 1992 жылдан бері елімізде сазгерлер мен әншілердің Қалдаяқов атындағы халықаралық байқау фестивальдары өтіліп жатыр. Шәмші Қалдаяқов туралы қаншама естеліктер, кітаптар шығарылып, ескерткіш орнатылып, көшелер мен оқу орындарының аты берілді. Деректі телефильм түсірілді. Көптеген әндер жинақтары шықты. 1991 жылдың 29 желтоқсанында сазгерге Қазақстанның халық әртісі атағы берілді. Қазақ әнін 40 жыл ән бесігінде тербеткен ұлы композитор Шәмші Қалдаяқов 1992 жылдың 29 ақпанында келмес сапарға аттанды. Әнсүйер қауым үшін ең ауыр күн болды. 4 жылда бір рет айналып келетін бұл күні көзіне жас алып, жүрегіне қаяу түспеген адам болмаған шығар. Мәңгілік сапарға аттанған вальс королі атанған ұлы сазгердің рухы әнге айналып, көк төрінде шарықтап бара жатты. Шәмшінің өзі өлгенімен оның сұлу да сазды әндері өлмейді. Халқымыздың жан жүрегіне жақын, оның болмысын үндес әндер жас талғамайтын, мәңгі жасайтын жауһар дүние. Шәмші ағаның әндері әлде талай ғасыр қазақтың кең даласын әуенімен тербетер асыл әндер. Халықтың жүрегінен әндері ерекше орын алған қазақ халқының өнер әлемінде өшпес із қалдырған сазгер Шәмші Қалдаяқовтың өлеңдері ешқашан ұмытылмайды.